Біздің кешке Иә, қалай келдің? Қызылордадан маған негізі кеш айтқан ғой. Қызықтаймызға бүгін келесіңдер деп. Сосын группаға ұлдарға жаздым, ұлдар, самолетқа билет жоқ, пойызға билет жоқ, немен келем деп. Енді немен келдің? Сосын Есет ағам жазып жіберді, машинамен бас деді. Құдайдың рахаты. Елудегі апа келді ғой. Апа енді немен қайтасыз? Сосын жолда қарным ашты. Сөйтіп, мен енді трассада бірінші етпін ғой. Сөйтіп... Машинамен шыққан. Оның үстіне трассы көтере алмайтыным бар деш. Сөйтіп, қарным ашты. Сөйтіп, жаңа Яндекс картаға кірдім. Сөйтіп, отзывтар толып тұр екен. Мынандай ресторанға кірдім. Жолда ма? Манауский тамақшы болып. Құдайдың рахаты дейсің ғой. Құдайдың рахаты. Есет, рахмет саған. Обращайся. Үлкен. Үлкен әже болады, ана бір белге жағатын майға не айтып атады. Мына май деген деп сондай қылып отзыв істеді. Мен ата мен әженің қызымын ғой, сол үшін ғой. Ой, бәрекелді. Бәрекелді.